Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қалдарыңыз қалай, достар? Бүгін біз сіздермен дәрет қандай жағдайда бұзылады осы тақырып жөнінде әңгіме қозғамақпыз. Өткен видеомызда дәреттің маңызы және оны қалай алу керек және оның әдебі тәртібі туралы сіздерге видео ұсынған болатынмын. Бұл сол видеоның екінші жалғасы. Дәрет қандай жағдайда бұзылады? Ең бірінші дәрет ол зәр шығарған кезде және нәжіс шығарған кезде дәрет бұзылады. Жаңадан ас дәреттен бастап біз алатын боламыз. Одан кейін құсу. Кейде тамаққа тойып алған кезде кекіріп, кішкене құсып, немесе кішкене сұйықтық аузымыздан шығады. Ол кезде дәрет бұзылмайды. Тек аузымызды толтырып лоқсып құсатын болсақ, ондай кезде дәрет бұзылады. Ас дәрет алудың қажеті жоқ, тек қолымыздан бастап қана дәрет ала берсек болады. Одан кейін денеден қандай да бір қан ағу және ірің ағу, ол кезде де біздің дәретіміз бұзылады. Кей жерде былай айтылады: ірің шыққан кезде және ол басқа таза аймақтарға жайылып кетпей тұрған кезде сүртсек, онда дәретіміз бұзылмайды дейді. Бірақ ең бірінші адамды күмән, ой бұзады. Сондықтан күмәнді болып жүргеннен көрі жаңадан дәрет ала салған дұрыс. Дәрет алудың ешқандай қиыншылығы жоқ және көп уақытта кетпейді ғой. Сондықтан менің ойымша қайтадан дәрет алған дұрыс. Одан кейін естен тану, талып қалу, осы жағдайларда қайтадан біз дәрет аламыз. Одан кейін ұйықтауда, мысалға, кей кезде болады, молдасы құрып отырып, үлкен кісілер ұйықтап кетеді, көз шырымын алады, ешнәрсеге сүйенбей осылай отырған күйіне кішкене көз ілініп кететін жағдайлар болады. Ондай кезде дәрет бұзылмайды. Ал егер біз денеміз қандай да бір нәрсеге сүйеніп, арқамызбен сүйеніп болсын, қолымызбен сүйеніп болсын, столдың үстіне басымызды қойып болсын ұйықтасақ, көз шырымын алсақ, ондай кезде біздің дәретіміз бұзылады. Жаңадан дәрет алуымыз керек. Одан кейін мынандай жағдай көп кездеседі. Мен өзім басымда кездескен жағдайлар көп. Кішкентай балалар бар аналар, әсіресе қыз келіншектер аналарда кішкентай баланың нәжісі тиіп кетсе, алдымызға зәр сіңіріп қойса, не істейміз, менің дәретім бұзылды ма, ондай кезде тағы дәрет алу керекпіз бе деген сұрақтар болады. Сондай жағдайда не істейміз? Ондай жағдайда зәр тиіп кеткен, нәжіс тиіп кеткен киімімізді алып, жуып, басқа киім киіп, осылай жасасақ та болады. Ол кезде біздің дәретіміз бұзылмайды. Тек сол лас киіммен намаз оқуға болмайды. Одан кейін адамда күмән болса, мен дәрет алған ба едім, одан кейін мен не істедім, по-моему, ұйықтап қалмадым ау, не болмаса басқа да жағдай болмады ау деген бізде күмән болады. Және адамдардың көбісі қазір ұмытшақ болып кеткен ғой, кейде ұмытып та кетеміз. Сондай күмән болатын болса, егер сізде, қайтадан дәрет алған дұрыс. Күмәнмен ешқашан намаз оқымаңыздар. Дәретті ол кезде қайтадан жаңадан біз дәрет аламыз. Одан кейін ескеретін жағдай, дәрет алған суымыз таза болу керек. Қандай да бір жануар жалап кетеді, мысалы кейде болады, далада құманның ішінде тұрған су, немесе ыдыста тұрған суларды ит болсын, басқа жануар болсын жалап кетіп, солар тиіп кететін жағдай болады. Ол кезде ол сумен дәрет алуға болмайды. Тек қана мысық қана тисе, ол дәрет су таза болып есептеледі. Себебі мысықтың өзін пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның өзі жақсы көрген, және мысық ең таза жануар, және мешітке кіре алатын жалғыз жануар ол мысық. Одан кейін тағы да солай киімімізге қандай да бір жануарлар жалап кетіп, немесе тиіп кететін болса, ондай кезде біз дәретіміз бұзылмайды. Тек қана киімімізді ауыстырып, намазымызды оқып, басқа тірліктерімізді істеп жүре беруге болады. Мінекей, құрметті достар, дәрет осындай жағдайда ғана бұзылады. Әрдайым біліп жүрейік. Әрдайым дәретте болып жүрейік, әрдайым дұғада болайық. Сіздермен болған мен Қырмызы. Келесі кездескенше. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.